Үшінші жұпта сахнаға шақыруға рұқсат етіңіздер. Жас ақындар шығады. Тай кезінен ақ танылған үлкен аламан айтыстарда айшықты өнер көрсетіп жүрген Алматыдан келіп тұрған Қанат Мырзахан деген жас ақынға қошемет құрметтеріңізді көрсетіңіздер. Қанаттың қарсыласы оңтүстіктің үкілеген үміті Қажымұқан Абзалов. Қанат Қажымұқан ширатып қысқа нұсқа жаңағындай өтінішімізді ескертуімізді ескерерсіңдер. Ау Алланың түсі екен деп жай назары, адамның бірақ жеткен айғазаны. Алаша қарашада сүйіншілеп шымғалама бұйырды той базары. Бейбіт күн бірлігіңнің пайда жағы, әйтпесе елім айдың қайда зары. Туған жер бір тасыңа тең келер ме, әлемнің кезіксе де қайға жабы. Алашты аш қылмаған, пәс қылмаған, армысың оңтүстіктің бай қазағы. Бақшалы берекелі шымғаламның мақсары мақтасы мен әйга жары. Ең дәмді жеміс жейде қарбыз қауын, құнарлы топырағында бой жазады. Еліңнен астық күткен барғалаға, жеріңнен беріп жүрсің байғазәлі. Ассалаумағалейкум қазағымның қақпағы жасалмаған тай қазаны. Жасандылық дегенге бармай мүлдем, Бұхараны баурайын балдай жүрмен. Көрерменмен қауышқан сәттен бастап қоштасқандай боламын бар қайғыммен. Ауылға айтыс келді дегенде естіп тізіміне іліндім қалмай бірден. Әрине бегарыстай емеспін мен, қыран ой қияларда самғай білген. Бір жаныңдай атағым жоқта шығар, айтыс сайын бәйгеден қалмай жүрген. Шамамның жеткенше бірақ бүгін шымғаламның намысын қорғаймын мен. Айтысқа анда-санда бір шығарат, сіздерді сағынғаннан сарғайдым мен. Жаңа жұлдыз шықсын деп ел қуансын, жолыма бүгін бөгет болмай мүлдем. Қысқасы қошеметің келек боп тұр, тіл жағым сайрау үшін талмай мүлдем. Жағатын тамызатын өздеріңсің, маңдайдағы бағымды жанбай жүрген, таңдайдағы жырымды танбай жүрген. Сіздер мен сіз өмірді сұралған мен, сіздер сіз өмір сүре алмаймын мен. Ау додаға томағамды шешіп кірдім, мәселесін шешуге осыт құрдың. Қалайсың тойымдағы күйеу жолдас, ісіңді шартараққа естірдім. Аллаға сансыз мадақ, сансыз шүкір, қанаттай досты маған несіп қылдың. Дос қылып берген үшін сен мен үшін керек жерде кеудеңді тосып тұрдың. Соныңа риза болып үйленгенде қасыма жолдас етіп қосып тұрдым. Тойыма келгеннен соң Шымкентке менен бөлек жүруге шошып тұрдың. Мен сені тойдан кейін қайтар дебем, мен қайда асығамын десіп тұрдың. Білсең де неке түнін өтетінін, түнде де тыным бермей есік тұрдың. Түнімен қыдыруға құмарланып, құтырып самал желде есіп тұрдың. Жарың үшін досыңды ұмытпа деп, намысымды қамшымен осып тұрдың. Молда келіп некемді қиып кетті, ал сен менің жолымды кесіп тындың. Осылай 10 шақты күн қайталанып, одан соң Алматыға көшіп тындың. Ал енді үйленгелі 10 ай өтіп, қатарымнан кешігіп бесік қылдым. Білмеймін әйелімнен қызғандың ба, енді менің амалым нешік бұл күн. Адамды апта бойы алаңдатып, баламды бір аптаға кешіктірдің.
Қажеке сөзін айтып желөкпенің, досыңды жұрт алдында жер етпегін. Бір апта кетпей қойдың деп айтасың, шындыққа жанаспай тұр деректерің. Той біте сап қайтайын деп жатыр ем, әлі де қажет дедің көмектерің. Сөйттің де бұл досыңның тығып қойдың Алматыға қайтатын билеттерін. Қызбенен жалғыз қалып көргенім жоқ, Қанатжан қасымда бол демеп педің. Бөлмеміз іш жағынан құлттанбайды, есікті күзетуің керек дедің. Біреу-міреу келатса сол есікті тоқылдат деп миымды жемеп педің. Есік алдың күзетіп күні-түні, апта бойы мен байқұс дедектедім. Сен болсаң апта бойы терлеп тепшіп, су жаңа сұлуыңды өбектедің. Бір жұмадан соң тағы билет алып, әреңдеп Алматыға кемеп педім. Қайта-қайта звондап бір ай бойы айтпаппен еңбегімді елеп менің. Сен кеткелі қонақтар бір ай бойы есікті ашып жасады бөгеттедің. Енді кеп сахнада сәбиімді кешіктірдің дегенің он еткенің. Сен қайта мына маған алғысыңды айт, бауырым керегіне көп өкпенің. Керісінше күзетіп есігіңді, сәбиіңе болмаппен себепкерің. Ей, бір апта бұлай тұрсын, мен болмасам бір айға кешігермет бөбектерің. Ей, күйеу жолдас деп мені хабарлайсың, өмірде де мендей дос таба алмайсың. Апта бойы жібермей алып қалып, артынан кетпеді деп жамандайсың. Жамандауды білгенмен Қажы Мұқан, жақсылықты білмейтін адамдайсың. Мысалы, мен сен үшін барған іске, бауырым, сен ешқашан бара алмайсың. Ей, мен саған күйеу жолдас болғаныммен, сен маған күйеу жолдас бола алмайсың. Ей, Алла десе аттамас ақынардан, жаныма жаратқанның аты қорған. Халқым менен алайын бір қауышып, Қажеке қабаттаспай отырарман. Шежірелі шырайлы құтты мекен, тарихыңды тартайын отырардан. Қайырханның қақпасын қақ жара алмай, Шыңғысхан 6 ай бойы қапы қалған. 21 ханың жатыр Түркістанда, тарихта алтын әріппен аты қалған. 300-дің басын қосып, орда басы қалмақты қан құстырған запыраннан. Созақты азат етіп Кенесары Қоқаннан қазағымның хақын алған. Оңтүстік ерлігімен, елдігімен сүрінбей өткен талай сатылардан. Кешегі батыр Сабыр Рахимов тірескенге тізесін батыр алған. Бүгінгі қаһарманың шақанып қой, шарқырған сынбаса деп атың арбаң. Сиднейде көк туыңды желбіреткен Бекзаттың бағалы ғой затын ардан. Ассалаумағалейкум шымкенттіктер, бабадан алтын емес ақыл алған. Төбесіне ешкімді шығармайтын, барлығы шеттерінен батыр арлан. Ей, төбесіне қалықтап ұшып өткен құстың өзін мылтықпен атып алған. Ей, кірпіштің басын қосқан лай секілді, ақынның басын қосқан той секілді. Кілең мықты келіпті бұл айтысқа, көріңдер қай сөтімсіз қай сөтімді. Камри мінген бір жанмен айтысуға, квартира ұтқан Талғат сай секілді. Дәл қосылған есет пен қуаныштың сөздері бал қосылған шай секілді. Қажымұқанда Шымкенттің жұлдызы ғой, жарығы көрінгенмен жай секілді. Айтыстан алғаш алтын домбыра алған Ниязовта бас мүжіп май кекірді. Батыстан балпаң басып Нұрлан келді, балдырым байпақ қысқан бай секілді. Қол жетпейтін Қалиев Айбек келді, шарықтап тұрған жанар май секілді. Ақындарды аңдыған бекарыс жүр, шопырларды аңдыған гәй секілді. Бұлардың бәрін жұлдыз деп айтады, тоқтатып сұрасаңда қай шопырды, тыңдатып сұрасаңда қай соқырды. Ішінде танылмаған мен ғанамын, тұлпарлармен жарысқан тай секілді. Ағайым бүгін маған қолдау берші, кем дейсің жұлдыздардан қай шетімді. Ей, қаптаған жұлдыздармен жағаласып, жарқ етіп шыға келдім ай секілді.
ей сайрағанда ұқсайтын сал бір жанға, қарайын Қажымұқандай алғыр жанға. Палуанның есімін кім қойды екен, дәл сендей бұлдырлаған балдырғанға. Қаңбақшалдай қушиған қу сүйекке Қажымұқанның есімін қорғылған ба. Батыр деген рудың баласы еді, бұл бірақ батырлық қып оңдырған ба. Атың палуан руыңды батыр қылып, тұрпатыңнан тегіңді зор қылды Алла. Өзіңде құйттаймын деп налушы едің, түрпішімің ұятқа қалдырғанда. Әйеліңнің есімі Баян екен, оны да есеппенен алдыңдар ма? Руың батыр, әйелің баян болып, ерлігің елдесінен тандырған ба? Ей, жеке батыр бола алмай, жалғыз өзің бірігіп батыр баян болдыңдар ма? Халықты қалжың сөзге сендіресің, мынаның кім төлеген жол көресің. Айтыс деген негізі сөз майданы, денеме неге сонша телміресің. Қайратым сендейлерге жетеді ғой, қаласаң қылайықшы қол көресің. Адам деп аталатын адамдар аз, оның қозғай берейік енді несін. Руым мен әйелімді қосып қойдың, жарайды ондай сөзге көндігесің. Мағанда бір қызы ғой келіп отыр, естісең мен түгілі сен күлесің. Қанатжан сенде ертең жар тапсаң да, дәл мендей бола алмайсың белгілесім. Қанат деген атыңды жалғап алып, жарың менен жарғанат болып жүресің. Қабағы бірде жұмсақ, бірде қатаң, қалың ел бұйырады кімге батаң. Нағыз батыр болмай ма, елмен бірге жалғыз жүріп табылар кімнен опам. Жеке батыр боламын деп жүргендер, қашқандар ғой бұйырмай мүлдем отан. Менікі жарым мен бір адам болу, себебі бірге тұрып бірге жатам. Бірігіп батыр баян болып алдық, жарасып жасайық деп іргел отан. Айтпақшы дәл біз құсап қосылмап бет, 15 жыл бұрын ғана нұрмен отан. Екеуін бір жерге кеп тоғыстырды, дәл осындай боларын білген атам. Жұрттың алды осылай қосылғанда, жападан жалғыз қалай үйде жатам. Өзіңді өзің қинап терлетсең де, есің кіре қоймапты ер жетсең де. Бір-бірімен есеппен қосылған деп, неменеге қоймайсың тергепсен де. Партиядан ақылды емессің ғой, Нұр Отан екеумізге жөндеп сөйле. Қарауыл болдым ғой деп ерлеймісің, бұл сөзіңе сенеді нендегісің. Балаң үшін алғыс айт дегеніңне ең негізгі себепкер сен деймісің. Алла берді амалым себеп болды, өзіңнен өзгелерге сенбеймісің. Есігімді күзетіп тұрдым дедің, әрбір үйге керек қой сен деймісің. Шынымен күзетіңнен жан көбейсе, мына бір ұсынысқа көнбеймісің. Жалғыз менің күзетпей есігімді, жұмысыңды кеңейтіп көрмеймісің. Бір балаға зар болып жүргендердің керегесін кеңейтіп келмеймісің. Тыныштық іздеген әр жанұяға бір апта уақытты бөлмеймісің. Босағасын күзетіп бар қазақтың баласанын көбейтіп бермеймісің. Қазақта қызға деген ізет бөлек, ең қадірлі қонағын қыз еткен еді. Ал қазір қадір бар ма қарындаста, кім көрінген сын тағып мінеп келеді. Елімде көбейді де көкек ана, сүйектен сөз санадан сыз өткен еді. Соның бәрі кесірі жігіттердің сұлуға құрметте жоқ, ізетте жоқ. Тана көзін сүздіні себеп қылып, бұқадай күрмек жібін үзеткен еді. Жәннатты табан асты жасыратын аруды аяқ асты қып өткен еді. Жігіттер аш көз болмай, аш көзіңді, оларға жүрек керек, тірек керек. Әрбірі сенің әпке қарындасың, азаматтан жүретін тілеп көмек. Қыздарға қоғам болып, қорған болмай, кім сенің ертеңіңді түзеп береді. Сондықтан да Қанатжан есігімді күзетпесен қалмасек біз өкпелеп, екі жастың жанына емес қазір арулардың арына күзет керек.
ау сөйлеуге беріп тұрса қанатынғай, шабайын шаң жұқтырмай шалақындай. Бойында жеті өнері бар жігітсің, естігеннің аңсары ауатындай. Программист, таеквондашы және ақынсың, кәрістің бәрі аралас салатындай. Жақында оқуыңды аяқтадың, ертең жейтін жемісін табатындай. Сен бірақ дипломыңды алар кезде ақсап қалыпсың колхоздың каратындай. Аяққа операция жасатыпсың, әркімді теуіп жүріп балатындай. Біреудің құлағынан тептің бекен, аямай аяғыңнан шалатындай. Аяққа емес таяққа күнін қарап, қоспалдақ болыпты қос қанатыңдай. Оқуыңа барыпсың, сол түріңмен тура бір қызыл диплом алатындай. Соншалық мамандығың қандай еді, дипломға 4 аяқтап баратындай. Жақсы ат аяғынан қалар елім, мен де сол аяғымнан жарал едім. Ала жазда емделіп, алағайын алды, додаңа қайта түсті қара керің. Дипломға балдақ ұстап барғаным рас, сенім артып тұрғасын маған елім. Жаман достан таяғың артық деген, балдағым талайлардан бағал едің. Достарым демеу бере алмағанда, қолтығымнан сүйеуге жарап едің. Сен болсаң қызыл диплом алмасаң да, таяқ ұстап бардың деп талап едің. СССР-дің туындай дипломым қып-қызыл болмағанын қалап едім. Сондықтан Қазақстанның туындай қып әдейі көк диплом аған едім. Екі көзім 4 болып 4 жыл бойы қыздарға емес кітапқа қарап едім. Әкем жиған малдарды шығын қылмай, өзім жиған балдарды санап едім. 4 жыл күткен дипломға ақсасам да, 4 аяқтап барғаным содан елім. Сенің де тарихыңды білеміз ғой, Қажеке, сен де студент болған едің. Тойлардан тек қалмайтын тамад едің, сабаққа көп бармайтын адам едің. Лекцияда ұйықтаудан қолың тимей, сессияда саныңды сабап едің. Әкетай, көкетай деп ұстаздарды әйтеуір жыртығыңды жамап едің. Диплом алуға да бармай қойып, өзіңді бір білгішке балап едің. Енді кеп мына маған күлесің ғой, өзгені мазақтауға маман ерім. Тер төгіп білім алсаң баяғыда, өмірден өз жолыңды табар едің. Мен құсап 4 аяқтап бармақ түгіл, барыңды нарыңды да салар едің. Ей, еңбектеніп оқысаң сол дипломға, еңбектеп болса дағы барар едің. Ей, сынса да қалмай тұғын сирағыңыз, мамандығын қандай деп қинадыңыз. Программист мамандығын меңгергенмін, техникалық дәуірдің мейманымыз. Танығаным компьютер болғандықтан бар еді, түйгеніміз, жиғанымыз. Адамдарда компьютер секілді ғой, менің айтқан сөзіме иланыңыз. Бірден көзге түсетін адамзаттың бет жүзін монитор деп ұйғарыңыз. Қос қолды пернетақта деп алайық, себебі жазу жазып ширадыңыз. Барлығыз әрекетті басқаратын процессор емес пе миларымыз. Нәпсімізді троян вирусы деп дұрыс қой құлақтарға құйғанымыз. Ей, үздіксіз вирустармен күресетін антивирус емес пе иманымыз. Ей, Мұханның маған айтқан датым екен, дейді ғой таеквондошы ақын екен. Мұстафа Өзтүріктен өнег алған, мен де бір таеквондошы атлетем. Осы орайда Мұстафа ағамызды қалайша еске алмастан қапы кетем. Сағынып ата жұртын жеткен еді, жұрт үшін жасасам деп батыл өтем. Білгенімді еліме үйретсем деп қазақ деп қайғы жұтқан патриот ең. Осындай атпал ерді өлтіруге бар декен қай зұлымның дәті бекем. Әр дәуірде болады бір батыраш деп жүрген құлагерге зақым етем.
Қазағымның қарасам тарихына бір-бірін ату екен, сату екен. Мысалға, өз қазағы басын кескен Марғасқа Махамбетте батыр екен. Қамшыменен сабаған өз қазағы Данабайда бір туар хакім екен. Кешегі халық жауы деп атылған Міржақып Мағжан Сәкен Ахметем. Оларды да қаны бір қазақ сатқан Сталиннің болғанмен заты бөтен. Бүгінгі Әлиев пен Әбіләзіп патшасын сатып кеткен пақыр екен. Елбасы да көріп жүр сатқындықты әлемге жеткенімен атып екем. Сатқындықтың дертінен арылмаған қазағым татулыққа тақыр екен. Халқымыздың енді қай мықтысына қастандықтың уақыты жақын екен. Ей, Батыраштың қайраулы айбалтасы қай залымның үйінде жатыр екен. Аяқтайық. Дәмді кезінде доғарайық. Бір-бір шумақ. Ей, бұл мұханның түп-түзу сәлемі бар, бірақ та қисық сөзге сәлебі бар. Өсер елдің баласы бірін-бірі батыр деп бағалайтын әдебі бар. Өшер елдің баласы бірін-бірі қатын деп қаралайтын әлегі бар. Мен мұны батыр баян деп көтердім, алғасын өзіне сай әдемі жар. Бұл болса жарғанат деп кекетеді. Өшер елдің ұлындай бәле құмар. Батыр баян дегенге бас айналып, қалге жетті оң солын әрең ұғар. Жай ғана жылы сөзге соншама семіреді, желкеңе де шығады және бұлар. Мұханды дәл осылай тимасаңдар, мақтау сөзге ағайын, бірақ бұған таңғалмаңдар, мақтасаң масайрайтын мәнері бар. Ей, мысықты жол бар істеп мақтап қойсаң, қасқырды да менсінбей бәле қылар. Ей, халыққа көрінейін жыр бергенде, Құдайым дәл осылай түр бергенде. Қалқаманаға ақтарып айтайында, халықтың алдын осы бір келгенде. Соншама неге сонша ыржиясың? Бұл мұқан күн көрген бе, түн көрген бе? Ей, үйкеліп от шығарсын тіс тілменен, үйткені күтіп отыр, үйткені күтіп отыр, ұшқын дөлең. Қажеке бұлған аттың мамандығын маңайыңа жеткіздің мысқылменен. Ал сен болсаң музыкант маман едің. Кезінде сол оқуға түстің немен. Ақынмын деп шығасың айтысқа да. Әйтеуір қалғың келмей тіс жүлдеден. Бірақ та өлеңдерің өткір емес, найзадай олақ ұста үшкірлеген. Не ақын, не әнші болып жарытпадың. Тәттін араластырғандай мысқылменен. Ақындарға айтасың әншімін деп, ұялмай дәл мынадай ұсқынменен. Әншілерге айтасың ақынмын деп, өзіңді теңе бабай Пушкинменен. Сен өзі бір аумайсың түйе құстан, қанатын қақпай жатып ұштым деген. Ей, құстардың арасында түйемін деп, түйелердің ішінде құспын деген. Рахмет. Қажымхан, бірақ шумақпен аяқтайық. Өзің көріп отырсың, айтысың сүйкімі кетіп қалмасын. Мен өзім әрі ақын әрі әнші, әй қанат мазақтамай ар баршы ғой жайлауай. Сөзіне Әуезовтің сенер болсақ, мен туған шаян жақта бәрі дәнші ғой жайлауай. Ән десем ән айтамын қуаныштай, жаңағы ал ағайын қошеметің болады.
қазақпын деп айту үшін әр ұлдың өлең жырдан болу керек хабары. Ақ бірлен, қызыл бірлен тілеген, оңтүстіктің топырағы құнды екен. Әр баласын сегіз қырлы қылатын, сенің ісің өзгелерге үлгі екен. Әнұранның туған мекен бұл мекен, шежір елім қасиетті құт мекен. Рахмет. Тапсырма бар. Енді осы қазір сендерге де тосын тапсырма берілетін болады. Осы айтыстың бірінші бөлімінде көрсете алмаған мүмкіндіктеріңді осы екінші тапсырма барысында көрсетсеңіздер болады. Қаймайтс. Қаймайтс. Ау, ақындар бұлайса арқаланса дейм, бізді тоқтатпас екен қалқаманса дейін. Әй, тез жөнделіп көрермен көп сиятын, айтысқа берілсе екен қайтадан шанин. Әй, айтысқа айтыс деп хабар келіп бек болаттан сұранбай кетіп қалдым ректораттан. Айтыстан да қалмайсың, сен әйтеуір қалмайды екен десем, тек тамақтан шежірейлі шырайлы мекен құтты, тақырыпта керемет екен тіпті. Әй, мұнайым өңделетін Шымкентке, құдайым жолатпас шетелдікті. Әй, туылған Қазыбектей арқада би, оңтүстікте туылған Әл-Фараби. Соның бәрін жаттаған кішкентай, басыңа қалай сыйған Палтарами. Бұл жақта туды және Қалдаяқов әнімен тәнді оятып, жанды оятып. Әй, сол әндерге қажеке сен ғанасың, оянбайтын ұйқысы қанбай атып. Әй, күйін әлемі секілді банкрот болған, айтысқа шықсам деп күйін әлемі секілді банкрот болған, айтысқа шықсам деп жүр Жан-Клод Ван Дам. Домбыра көтеруге әлі келмей, Жан-Клод Ван Дам қазір қалтырақ қалғанына. Девальвация дегенің шындап кеп тұр, бензинімнің жағдайы жұмбақ боп тұр. Әй, жанармайдың бағасы бұл күнде, әй, жанарыңның жасынан бұл күндері жанармайдың тамшысы қымбат боп тұр. Әй, әлем барысы қалдырды бір мазаққа, апырай не боп қалған бұл қазаққа. Қонақ жайлық танытып біздің қазақ, барысы кетіп қалды Куба жаққа. Айтыс бітсін білейін бағам деп, қанат досым үйге жүр, тамақ жеп кет. Әй, үйіңе апарып ап тақ айтысты, әй, үйіңе апарып ап тақ есікті, күзеттіріп қоймашы адам көп деп. Доғарайға, бола ма? Рахмет. Әдемі айтыс үлгісін көрсеткен ақындарға қаттырақ қол соғып қошемет көрсетейік. Қанат Мырзахан және Қажымұхан Абзал. Алматы, Қанат Мырзаханның бағасы. 9, 10, 10, 10. Көпен аға, сәл көтер аға, 9. Және оңтүстік Қазақстаннан Қажымұхан Абзаловтың бағасы. 10, 10, 10, 10, 9. 1 9 қалғаны 10.